Хей, бәрін сәлем достар, видео жасамай тұрып каналға жазып лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздер менің каналымда қызықты видеолар көп шығады. Егер лайк басып подписка жасап қойсаңыздар, үлкен рахмет. Ал кеттік видеоға. Мен өзім естеліктерімді ақтарып жатқан соң мен мынаны түсіндім. Мынау сүйіктім адам өмір бойы мен қасымда болған екен. Қазіргі әлемде не болып жатқанын алатын болсақ, бұрын қасмасының кесірінен мен қауіп-қатердің ішіндемін. Астма дегеніміз бұл өкпе ауруы. Сондықтан менің іш құрылысым коронавируспен қосылғанда, сол уақытта мен өз атама моментально кетіп қалуым мүмкін. Сондықтан мен Аха, мұндайды күтпейсіңдер. Тіпті астманы алмағанда менің өмірімде тұншығу 2 рет болған. Олардың бәрі сумен байланысқан. Мен кішкентай болғанда осы сияқты пупсик мені көптеген балалар сияқты ваннада шомылдырған. Мен отыра алатын болғандықтан мені бір уақытқа өзім жалғыз қалдырып кетті. Бұны менімен істеуге болмайды. Кішкентай аквамен тез артқа қарай жүріп, шалынып кетіп суға батып кетті. Ол кезде шомылу туралы сабақ өтпегендіктен қобалжып, қорқып, суға тойып, есімнен танып қалдым. Бірақ та аурухана жақын болғандықтан мені соған тез апартып, есім жинатты. Есімді жинаған соң не болған ешнәрсе түсінген жоқ. Бұл туралы ата-анам маған үлкен болғанда айтты. Бұл маған ашу болды. Бірақ бұл соңғы болған жоқ. Су өзіне мені бірнеше рет алғысы келді. Мен кішкене үлкен болғанда, үлкендер мені пикникке өздерімен алып шықты. Ол Жауауылда болды. Сіздер түсінгеніңіздей, мен шомылуды жақсы көрдім. Сондықтан маған шомылуға рұқсат етті. Бірақ бір шартпен. Олардың көз алдарында жүру керек болды. Принципе ол кішкентай болды. Кішкентай балалар шомыла алатын. Белден келді. Кішкентай анау. Осылай деп бәрі ойлаған. Оказывается, көлдің көп жері терең болып шықты. Ағым тездете берді. Сол кезде мен ойландым. Болды, мен өмірім осымен бітті деп. Мен өмірде сүріп үлгерген жоқпын ғой. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? В общем, қысқасын айтқанда, бұдан мен шапаға қалдым. Осымен бітті. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпа. Қош сау бол.